Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Пандемия қаупінен туындаған күйзелістік жағдай ауыр психологиялық жүктемеге әкеліп соқпас үшін және балалардың алдағы кездегі психологиялық дамуына әсер етпес үшін сіздерге арналған бірнеше пайдалы кеңестерді ұсынғым келеді. Балалар өте сезімтал және ата-аналардың эмоционалдық жағдайына реакция танытатынын ұмытпау өте маңызды. Ересек адамдар өз-өздерін қолда ұстауды үйренбесе, толқу мен дүрбелеңді таратуды доғармаса, кез келген жастағы бала сөзсіз ауыр эмоционалдық жағдайға түседі. Мазасыздықты азайту үшін жаңалықтар мен әлеуметтік желідегі бақылауды да тоқтату қажет. Құрметті ата-аналар, өздеріңізге қамқор болыңыздар және тәніңіздің, жаныңыздың жағдайына көңіл бөліңіздер. Сіздің күш-қуатыңыз балаларға қажет. Өйткені сізден артық ешкім көмектесе алмайды. Күйзеліс кезінде балаңызға ашуланбаңыз. Ашулық кезінде айтылған әрбір сөздерді бала жүрегімен қабылдайтынын ұмытпауыңыз қажет. Терең демалу арқылы сабыр сақтай отырып, сіз де әлемдегі барлық адамдар сияқты қобалжуда екеніңізді түсіндіруіңіз қажет. Балалардың ұйықтау немесе демалу уақыты тиімді ұйымдастыру ата-ананың міндеті. Бұл әсіресе төтенше жағдай кезінде қорқыныштың әсерінен ұйқысын бұзып алатын балалар. Ұйқылары қанбаса, күш-қуаты азайып, күйзеліске қарсы тұра алмайтыны белгілі. Сондықтан балалардың ұйқысының қануын қадағалауға ата-ана бар күш-жігерін салу керек. Сонымен қатар балалар әртүрлі үстел ойындарын көріп, фильмдер мен мультфильмдер тамашалап, талқылауға мүмкіндік беріледі. Балаларыңызға толық қанды дұрыс тамақтануды қамтамасыз етіңіз. Дұрыс тамақтану күйзеліс кезінде балаға өте маңызды. Тамақтанудың мөлшері теңдестірілген болуы қажет. Баланы ынталандыра отырып, жеміс-жидектер, көкөністер мен дәнді дақылдар арқылы тамақтандыру қажет. Дәл осындай стресс кезінде бала әдеттегіден де көбірек ата-анасы мақұлдауды, қолдауды қажет етеді. Осындай кезде күніне 8 құшақтасу тұжырымдамасы аса маңызды. Кез келген мүмкіндікті пайдаланып, балаңызды мақтаңыз. Әрбір бала оны қолдау көрсете алатынына сену керек. Балалар ішіндегісін шығарғысы келген кезде ата-ана оны тыңдауға дайын болу керек. Баланы тыңдау, есту біздің міндетіміз. Балалармен сөйлесеміз, талқылаймыз, тыңдаймыз, сөзін бөлмейміз және ақылдасамыз. Өйткені күйзеліс кезінде адамның тыныс алу қатты жиілейді. Балаларды күнделікті режиммен және тестемен қамтамасыз етіңіз. Бұл әсіресе қашықтық оқу кезінде өте маңызды. Бұл әрі қызықты, әрі пайдалы. Бала өзіне ұнайтын іспен ойнауды қадағалау керек. Балалар өзіне шамадан тыс күштісін сезінген кезде ата-ана оларды ұнайтын іспен айналысуға түрткі болуы керек. Құрметті ата-аналар, бүгінгі менің берген кеңестерім сіздерге пайдалы болар деп сенемін. Сау болыңыздар.